Құрметті достар, біз ары қарай жалғастырамыз. Видеоролигіміз AutoCAD бойынша келесі сабақ. Біз өткен жолы жаңағы AutoCAD программасында линия сызуды бастағанбыз. Бізде мына сызуды қалай өшіреміз? Жалпы сызуды AutoCAD екі жақтан белгілейді. Жоғары жақтан, жоғары бұрыштың тұсынан төменге қарай бір тартамыз. Көрдіңіздер, бәрі белгіленді. Төменнен екінің айырмашылығы, төменнен егер жоғары тартсаңыз, қалай жаңа курс мына төртбұрыш ішіне жартылай кірсе де, оны белгілейді AutoCAD. Егер сол жақтан тартсаңыз, қайсы толық кіреді, соны ғана белгілейді. Сондықтан біз сплошной белгіміз, ол үшін курсордың сол жағын бір рет басамыз, ұстап тұрамыз да, бір бастық, ұстап тұрамыз да, төртбұрыш жасамыз да, жібереміз қолымызда. Белгіледік, делет етеміз. Енді қалай сақтау керек? Файл сохранить как. Басасыз рабочий столды көрсетесіз, чертеж 1 атын жазасыз, рамка. Мына тип файла. Тип файлда сізде программаңыз егер новый установить етілетін болса, оны 2013 мен менде 13 қой, 14 қой. Егер 13 мен сақтасам, мен ол 2000 басқа программалар оны аша алмайды. Сондықтан мен ол программаны 2000-да сақтаймын. Сохранить. Болды. Енді жауып тастаймын. Енді жаңа жерін тауып алам. Мен программамда рабочий столда тұр. Екі рет басасыз. Жаңағы видеоролигіңіз ашылады. Енді әрі қарай ашылды, мен сақтаулы тұрған. Енді біз размер қоюды үйренейік сіздермен бірге. Размер қоюды, ол қалай іске жүзеге асады. Ол размеры кіресіз, линейный дейсіз. Қазір режиммен айып етпеңіздер. Менің AutoCAD-да ошибка кетіп қалды дейді. Не болды? Қазір аштық. Ошибка кетті. Болды, жөнделді. Размер қою үшін размерге кіресіз, линейный таңдайсыз бірінші. Начало первый линейный. Бір рет басасыз сол жақтан, екінші аяғынан дағы бір рет басасыз, бастыңыз. Бұл жоғары көтересіз. Оны көрсетесіз, бір басасыз, болды. Тағы да размері линейный. Бір рет бастыңыз, сол жақтан екінші рет бастыңыз. Сосын оны жатасыз да, былай көрсетесіз. Болды. Енді қараңыз, сізде осы жерде қазір размер өте кішкентай болып тұр, көрінбейді. Оны үлкейту үшін формат, размерный стили ашылады, редактировать, глобальный масштаб 0 жоқ, біз үлкейтуіміз үшін сіз бірден жоғары бересіз. 1.5, например. Көрек, окей, закрыть. Міне, көрдіңіздер ме? Қайдалайым. Формат, размерный стили, редактировать, размещение. Соның ішінде міне, екі деп қоясыз. Болды. Закрыть. Бітті. Енді кейде болады жағдай. Кейде 1-2 мм жетпей қалады. Ол размерді қалай өзімізге керек санды қалай жаза аламыз. Размері қайтып, линейный бастық. Енді қараңыз, размерге кірдік.
линейный басып басттық, екінші линияның екінші көрсетеміз, сол жақта басамыз, орнын көрсетеміз. Осы оның көрсетпей тұрып, сол жағын баспай тұрып, ол жақты басып текст дейміз. Ашылады қазір экраны. Өзіңе керек тестті қоясыз. 300 дейсіз. Enter. Енді оны көрсетеді, сол жақты бір рет басасыз. Болды. Тағы. Енді размерін келістіріп параллельный. Bir rет басасыз, осы ортын алып тастайсыз. Екі рет басасыз, міне көрсетеді. Мысалы, линияны сызып көрсетейін. Міне мынаны қанша ұзындығын берген үшін размері параллельный. Bir рет басасыз, екінші рет басасыз, оны көрсетесіз. Мысалы, үшінші радиус өлшеуге болады, оны жалпы барысын таныса береміз. Келесі инструмент бізде ол копировать инструменті, яғни мына копия, переместить екеуінің жұмыс істеу принципімен бір. Осыны шақырып аламыз, копировать-ті. Жаңағыдағы объектімізді сплошной белгілейміз, осыны тағы бір рет басты, осы жерден қолымызды жібереміз. 4-пісін іштен кіргізіп аламыз да, сол жақ тағы рет басамыз. Болды. Enter басамыз. Сосын базовый точка дейді, ұста дейді, яғни көрсетесіз. Баз ұстайсыз. Sonra расстояние көрсетесіз. Мысалға 350 болды. 700, например. Қанша копия керек, өз бағытын көрсетесіз, төмен жаза бересіз. Сосын ескеп шығасыз. Ал перемещение мне, перемещение кірдік, жаңағыдағы кіргеннен выберет объекті деп тұр. Белгілейміз, сол басып жібереміз, Enter басамыз, сосын ұстаймыз, төмен түсіреміз, жібереміз, болды. Перемещение сол. Енді оны түсіндіңіздер. Перемещение, копирование ол түсінікті. Енді бізге жаңағы круг керек, яғни круг инструмент круг. Центр кругын көрсетесіз. Радиус сұрап тұр сізден. Радиус 50 дейсіз. Ал енді круг сызақ тағыда, енді радиус сұрап тұр, центр круга бір рет бастық. Енді диаметрін беруге болады. Осының жақсаған ішіндегі сізде неактивный, мынау активный жақсағанды. Оң жақты басасыз да, диаметр дейсіз де, 100 дейсіз. Диаметр деген 2 радиустың қосындысы. Енді радиус өлшеу үшін радиус деймін басамыз. Выберите дугу дейді. Просто барасызда дугаңыз үстін бір рет басасыз. Болды. Немесе размері диаметр деп көрсетесіз. Бір рет басасыз. Диаметрін шығып береді. Но диаметрдің белгісі жалпы. Енді бұл сабақта біз сізбен бірге жаңағы копировать, переместить, размер қоюда, круг сызуды үйрендік. Келесі сабақта әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз.